Саламатсыздар ма? Біздің пәніміз заманауи тігін жабдықтары. Соның ішінде тақырыбымыз автоматты басқарылатын тігін машиналары. Пән оқытушысы Жүнісова Набат Әлбаевна. Біз осы пәнімізге байланысты заманауи тігін жабдықтарының ішінде автоматтандырылған машиналар бар. Осыны біз бүгін танысып өтеміз. Кіріспесінде қазіргі заманғы тігін өндірісінде автоматтандырудың рөлі, еңбек өнімділігін арттыру және сапаны тұрақты ұстау, яғни көрнекілігі біздің сәндік тігін фабрикасында немесе автоматты тігін машинасының суретін қолдану. Бұл жерде алдарыңызда үлкен фабрикадан көрініс. Бұл жерде барлығы жалпы автоматтандырылған тігін машиналарымен жабдықталған. Өте жарық, талапқа сай. Және де автоматтандырылған бұл тігін машиналарында арнайы программаланған басқару блогымен басқарылатын моторлы механизм қолданылады. Міне алдарыңыздағы суретте көріп отырсыздар, барлық машинада осындай бағдарлама орнатылған. Қолмен басып қаншалықты қандай операция орындалынатын, соның қанша жиектеу керек па, кесу керек па, или вышивальный зигзаг керек па, сізге прямой тігіс керек па, осы жерде барлығы ендірілген. Сол кнопкаларын басу арқылы біз тігісті бастап орындаймыз. Бұл машиналар матаны немесе материалды берілген үлгі бойынша тігуге қабілетті. Алдымен машина матаның немесе материалдың астына рамканы орналастырылады осылай. Яғни әртүрлі мысалға ұлттық киімдерді алатын болсақ, оның алдында мысалға ою бар ма, қаншалықты соған арнайы программаланған дискіге жазылған не болады. Әр оюдың өзінің программаланған дискілер болады. Сол дискіні салу арқылы, осы машиналарға салу арқылы, енгізу арқылы біз сол тігін бұйымдарының қай жеріне жаңағы ой орналастырады, сол жерді машинкенің табанына орналастырып қойып, мына нелерді басамыз, кнопкаларды. Сол кезде сол оюды өзінен өзі ойып тоқтамастан машина орындап шығады. Тек біз машина табанына матаны түп түзу қылып, сол именно жаңағы ою түсетін жеріне нақты бастырып қоямыз. Сол жерде бұл осы автоматты түрде өзі басып шығарады. Егер бұл оюлар қайталанатын болса, басынан бастап қоятын болсақ, екінші астыңғы жағына да орналастырылатын болса, жалпы соны қадағалап ауыстырып отырамыз. Және де мынау өндірістік тігін шеберханаларындағы автоматтандырылған машиналардың түрі. Міне, машина тұр, оның қасында арнайы программаларды енгізетін осындай машиналар бар, дайын уже. Бұлар осы программа бойынша астына маталарды салып қойсақ, өзінен өзі өрнекті басып шығады. Кәдімгідей мысалға скатерть болсын, салфетка болсын, киімнің өңірі болсын, бас киімдерге болсын, жалпы қандай өрнек керек, сол мына автоматтың ішінде мына бағдарламасы енгізіледі, содан кейін барып машинка бастап жұмысты істей береді. Бұл жерде автоматты тігін машиналарында программаланған басқару блогымен
басқарылатын моторлы механизм қолданылады. Бұл машиналар матаны немесе материалды берілген үлгі бойынша тігуге қабілетті. Алдымен машина матаның немесе материалдың астына рамканы орналастырылады. Содан кейін алдын ала программаланған сурет немесе үлгі жүктеледі. Жаңа айтып өткен үлгі әдетте автоматтандырылған жобалау бағдарламалы жасақтамасы арқылы жасалынады, кейін машинаға беріледі. Машина ине арқылы үлгіні бойлап қозғалады және төменгі жіпті жоғары төмен қозғалта отырып тіге бастайды. Сол уақытта мата немесе материал машинаның астында қозғалып, үлгіге сәйкес дұрыс қалыпта ұсталып отыру керек. Автоматты тігін машиналары бұл жоғары жылдамдықты жұмыс істей алатын және дәл тігіс жасайтын моторлы жүйелер. Яғни сондықтан олар ірі өндірістік процестерде қолдануға ыңғайлы. Автоматты тігін машиналары әртүрлі көлемде және қуатта шығарылады. Кейбіреулері үйде қолдануға арналған кішкентай өлшемде болса, басқалары өнеркәсіптік өндіріс үшін үлкен өлшемде шығарылады. Сонымен қатар әртүрлі материалдарды тігуге арналған әртүрлі функциялары бар машиналар болады. Мысалы, былғары немесе қалың маталар тігуге арнайы жасалған машиналар болады. Автоматты тігін машиналары дегеніміз не? Ол машинаның барлық негізгі функциялары компьютер немесе микропроцессор арқылы басқарылады. Қол еңбегін азайтады, дәл және жылдам тігіс жасауға мүмкіндік береді. Түрлері көп функциялы, бір функциялы, өндірістік болып бөлінеді. Енді көрнекілігі бұл жерде осы қарапайым автоматты машинаның схемасы. Бұл машинкілер берілген алдарыңызда. Енді келесі слайдқа көшсек, негізгі сипаттамалары бұның бағдарламаланатын тігіс түр үлгілері, тігу жылдамдығы мен күшін автоматты басқару, яғни қателіктерді азайту және үнемді материалды пайдалану. Сенсорлар арқылы ақауды анықтау, яғни көрнекілік бұл жерде машинаның панелі мен сенсорларын көрсететін сурет. Міне осы жерде сіздердің алдарыңызда мына машина берілген, арнайы бағдарламасы жасалған мынандай клавиатуралары бар. Осының бәрі басқарумен жүзеге асады. Маталарды тігіп жатқанда жіптерінің үзіліп кетпеуін, жылдамдығын өлшеп қою, қандай маталардың қалыңдығы, осының бәріне арнайы мына жерде несі бар, реттеп соның бәрін келтіріп, солай қылып барып бастап тігеді. Енді бұның автоматтандырылған машиналардың жалпы жабдықтардың артықшылықтары жұмыс уақытын үнемдейді. Бір келкі тігіс сапасы болады бұл жерде. Еңбек күшін азайтады. Еңбек күші деп отқанымыз бұл жерде әр операцияда бір адам тұрмайды. Жалпы машина өзін-өзі істеп жұмысын атқара береді. Бұл жерде адамдардың қатысуының қажеті жоқ. Сол себепті еңбек күшін азайту деген осы. Жоғары өнімділік, яғни жылдам машиналардың жылдам скоростной тігуіне байланысты одан тігілетін өнім де өте жоғары деңгейде болады. Яғни көрнекілігі бұл жерде диаграмма немесе салыстыру кестесі, қолмен тігу, автоматты тігу болады. Яғни бұл жерде мынандай арнайы диаграмманы арқылы маталардың цветін тауып, соған сәйкес келетін жіптерді және де мынандай манекенде өлшеу, соның бәрін салыстыру кестесінің бәрі осы артықшылықтарына жатады. Яғни бұл жерде де мысалға бізде мына жерде де не беріледі, сенсорлар арқылы өлшеу, диаграмма жасау, соның бәрі осындай миллиметрлік точность, сондай дәлдік неде жүйеде, өлшемде осындай жұмыстар атқарылады. Дәл кесу, дәл өлшеу.
жұмыстары көрсетілген. Яғни қолданылу салалары бұл автоматтандырылған машиналарды киім өндірісінде костюм, көйлек, куртка осындайларды тігуде қолданылады, аяқ киім мен былғары өнімдеріне қолданылады, үй тоқыма және текстиль өнімдерінде, медициналық және техникалық маталарда, осының бәрінде осы автоматтандырылған машиналарды біз қолданып отырамыз. Енді бұл жерде әртүрлі өнімдер тігетін автоматты машиналардың суреті берілген. Енді технологиялық үрдіске келетін болсақ, дизайн және үлгіні таңдау бірінші, бағдарламаны енгізу машиналарға, материалды орнату матаны машинаға, одан кейін барып автоматты тігу басталады. Енді қорытындылай келсек, сабағымызды тексеру және орау болады. Қорытындыны, тексеру және орау, яғни көрнекілік процестің схемасы немесе инфографика. Міне, алдарыңызда барлығы беріліп тұр. Енді қорытындылай келсек, бұл автоматты басқарылатын тігін машиналары өндірісті тиімді етеді, инновациялық технологиялар арқылы сапа мен жылдамдықты артады. Болашақта енді роботтандырылған тігін цехтары кең таралады. Оған міне болашақ фабрика көрсетілетін иллюстрациялардың суреті берілген. Енді бұл жерде біздің бүгінгі сабағымызда автоматты машиналарды біз күнделікті сабақ барысында қолданамыз. Студенттер бұнымен өте жіті таныс. Осындай автоматтандырылған машиналар бізде жұмыста практикалық сабақтарда қолданылып отырамыз, қолданыста, яғни бұнымен әртүрлі біздер сабақтарды, тігін бұйымдарын, стартап жұмыстарын, олимпиадаға баратын жақсы жұмыстарды барлығын осындай автоматтандырылған тігін машиналарында орындап жүрміз. Бүгін сіздерге тек лекцияда түрлерін, автоматтандырылған бағдарламаларын бойынша біз жалпы кішкене түсінік беріп өттік. Осымен біздің лекциямыз аяқталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.